Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен медовый торт жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, мед, секер, сары май және сода, ұн қажет. Ең бірінші водяной баняда медімізді ерітіп аламыз. Осы кезде медіміздің үстіне секерімізді салып, барлығы ерігенше араластырып отырамыз. Осылайша барлығы бір келкі ери бастаған кезде медіміз осылай ери бастаған кезде сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Сол кезде тез ериді. Осылайша сары майымыз ерігенше араластырамыз. Барлығы осылай болып ериді. Осындай болып шығады және отымызды сөндіріп, жұмыртқамызды салып, тез-тез араластырып жібереміз. Осылай тез-тез араластыруымыз қажет. Ыссы болғандықтан жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Егер жұмыртқам пісіп кетеді деп қорықсаңыз, медімізді оттан алып тастап, жұмыртқаңызды салсаңыз болады. Осылайша жұмыртқамызды болғаннан соң, содамызды салып, тағы да мұқият араластырамыз. Осылайша бізде содамыз реакция беріп, 2 есе кішкене көбейеді және ақ түске енеді. Содан соң басқа ыдысқа аударып, кішкене суытып аламыз. Суығаннан соң ұнымызды салып, осындай жұмсақ, қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жарты сағатқа немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бізде осындай тесто шығады. Кішкене уақыт өткеннен соң қамырымызды холодильниктен шығарып, осылайша бөліктерге бөліп, оқтаудың көмегімен осындай формада қамырымызды илеп аламыз. Осылайша қамырларымызды қызып тұрған пеште қызартып пісіріп аламыз. Тестоларымыздың барлығы дайын болғаннан кейін осылайша кремімізді жасаймыз. Ол үшін бізге варенка және сгущенка керек. Осылайша барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Миксердің көмегімен араластырсаңыз болады. Менде мұнда сұйық клейгей. Сіздерге оның орнына сгущенканың өзін қолдансаңыз болады. Осылайша әбден араластырып аламыз. Осылайша кремімізді әбден араластырып аламыз. Бізде осындай крем шығады. Содан соң тортымызды құрастыруға көшеміз. Енді кезекте торттарымызды жинаймыз. Осылайша корждарымызды кезек-кезектен қойып, кремімізді жағып отырамыз. Барлығын болғаннан соң, ең соңында барлығын тегістеп
бізде тортымыздың жанында қалған артық қамырларымызды уатып аламыз. Егер сіздерде мен бетіне әдемілік үшін қаймақ қолдандым. Егер сізде вареный сгущенка болса, соны қолдансаңыз болады. Осылайша видеодағыдай сызық-сызық етіп зубочистканың көмегімен әдемі сурет шығады. Ендігі кезекте бізде торттан қалған қамырымызды оқтаудың көмегімен уатып аламыз. Егер сізде блендер болса, соның көмегіне жүгінсеңіз болады. Сол кезде сізде осындай комочка болмайды. Барлығы уақ болып шығады. Барлығы уаппақ болып, әдемі болып шығады. Менде оқтаудың көмегімен жасағандықтан осындай кішкене комочкалар болды. Осылайша тортымызды барлық жан-жағына жағып және бетіне аздап қана жағып шығамыз. Осылайша біздің медовик тортымыз дайын болады. Және 1-2 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Бір күнге қойсаңыз да жақсы болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнауы тиіс. Егер сізге ұнаса, менің видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет. Мінекей бізде осындай әдемі торт дайын болады. Жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәмін татып көріңіз.